Сәлем қымбатты көрермен. Сізді Кәусар Жетіген Project жобасының алғашқы сабағында көргенімізге қуаныштымыз. Мен Дина Нұрпейісова, ал жоба жетекшісі Жетіген кәсіби мектебінің негізін қалаған доцент Нұргүл Жақыпбек Бижанқызы. Кәусар Жетіген Project Жетіген аспабын кез келген адамға үйренуге қолжетімді ету мақсатында құрылған тегін онлайн жоба. Біздің мақсатымыз Жетіген аспабын кеңінен насихаттау, ұлттық өнерді дәріптеу және сапалы білімді сіз үшін қолжетімді ету. Біз ең қарапайым негіздерден бастап шығармаларды орындауға дейінгі маңызды тақырыптарды бірге меңгереміз. Егер сіз бұрын Жетігенді ұстап көрмеген болсаңыз, еш уайымдамаңыз. Сабақтар кезең-кезеңімен құрастырылған. Жетігеннің шығу тарихы, даму кезеңдері және аспап туралы толық ақпарат біздің Instagram парақшамыздағы бірінші теориялық сабақта берілген. Егер әлі таныспаған болсаңыз, міндетті түрде кіріп танысып шығуға кеңес береміз. Қазіргі таңда Жетігеннің бірнеше үлгісі кездеседі. Ішектер саны да әртүрлі болуы мүмкін. Дегенмен, олардың негізгі құрылымы ұқсас. Бұл аспаптың шанағы және бет қақпағы. Бұл аспаптың негізгі дыбыс шығаратын бөлігі. Оның іші қуыс келеді және көбінесе ағаштан ойылып немесе бірнеше бөлікті құрастыру арқылы жасалады. Бұл бөліктің басты қызметі ішектерден шыққан дыбысты күшейту. Яғни, ол резонатор қызметін атқарып, аспаптың үнін анық әрі әуезді етіп шығарады. Бұл ішектер. Ішектердің тербелуі арқылы дыбыс пайда болады. Жетігенде қолданылатын ішектер қазіргі уақытта көбінесе нейлоннан жасалады. Бұрынғы кезде олар табиғи кептірілген мал ішектерінен немесе ат жалынан жасалса, қазіргі ішектер берік әрі дыбысы тұрақты болу үшін жасанды материалдармен алмастырылған. Ал мына бөліктер тиектер. Тиек әр ішектің дыбыс биіктігін реттеуге мүмкіндік береді және дыбыстың сапасына тікелей әсер етеді. Аспаптың алғашқы үлгілерінде ағаш тиектердің орнына кәдімгі мал асығы пайдаланылған. Ал мынау құлақтар. Құлақтар арқылы аспаптың бұрауын келтіреміз. Ең алдымен аспаптың бет қақпағына назар аударыңыз. Аспаптың беті шамадан тыс жұқа болмауы керек. Себебі уақыт өте келе ішектердің тартылу күшінен аспаптың беті ішке қарай майысуы немесе жарылып кетуі мүмкін. Келесі маңызды нәрсе тиектер. Тиектердің биіктігі мен қалыңдығын тексеріңіз. Егер тиек өте биік әрі жіңішке болса, орындау кезінде оған артық күш түседі. Мұндай тиектердің сынып кету қаупі жоғары. Үшінші маңызды мәселе аспаптың өлшемі. Аспапты тізеңізге қойып көріңіз. Егер аспаптың ені тізеден айтарлықтай асып кетсе, аспап тұрақсыз орналасып, сырғып кетуі мүмкін. Егер мүмкіндік болса, аспапты сатып алар алдында міндетті түрде ойнап көріңіз, немесе маманның көмегіне жүгініңіз. Жақсы орындаушылық ең алдымен дұрыс отырудан басталады. Отырған кезде орындыққа толық емес, шамамен 3-тен 1 бөлігіне ғана отырамыз. Тізелеріңізді бір-біріне қатты жабыстырып, немесе шамадан тыс ашып отыру дұрыс емес. Табанды иықтың енімен шамалас арақашықтықта жерге толық тиіп орналастырыңыз. Тізе шамамен 90 градус бұрыш жасау керек. Егер табаныңыз жерге толық жетпесе, арнайы аяқ тіреуіштерді немесе ыңғайлы биіктіктегі аяқ киіммен киюге болады. Арқаңызды тік ұстаңыз. Аяқтарыңыз, қолдарыңыз бос болу керек. Дұрыс отыру тек қана ыңғайлылық үшін емес, сонымен қатар сіздің денсаулығыңыз үшін және орындаушылық техникада маңызды рөл атқарады. Бұл аспапта екі түрлі дыбыс жүйесі біріктірілген. Біріншісі бұл көне дәстүрлі бұрау жүйесі. Екіншісі диатоникалық бұрау. Бұл курстың келесі сабақтарында аспаптың бұраулары туралы толығырақ тоқталып өтетін боламыз. Кез келген өзге аспап сияқты Жетіген де орындар алдында міндетті түрде баптауды талап етеді. Аспаптың құлақ бұрауын тюнер арқылы келтіруге болады. Тюнерді мобильді қосымша ретінде жүктеп алсаңыз болады, немесе кәсіби дүкендерден арнайы тюнерді сатып алсаңыз болады.
Жетіген аспабының құлақ күйін негізгі 2 жолмен келтіруге болады. Біріншісі колкаларды, яғни құлақтарды арнайы бұрау кілті арқылы бұрау. Екіншісі тиектерді жылжыту арқылы дыбысты реттеу. Жетігеннің принципі қарапайым. Бір ішек, бір нота. Алдымен өзіңізге қажетті нотаның ішегін тюнер арқылы қарап алыңыз. Содан кейін құлақты жаймен асықпай жоғары не төмен бұрайсыз. Ешқашан жұлқып, кенет қозғалыспен бұрамаңыз. Көпшілік жетігеншілердің жіберетін ең басты қатесі тиекті аспап бетімен сырғытып қозғау. Бұл аспаптың беткі лақ қабатын зақымдау мүмкін, ал ол дыбыс сапасына тікелей әсер етеді. Сондықтан тиекті орнынан қозғалту кезінде бір қолмен ішекті аздап көтеріп тұрамыз да, тиекті оңға немесе солға ақырын керек жеріне қоямыз. Сонымен бүгін біз Кәусар жетіген Project жобасымен аспаптың негізгі құрылымымен, құлақ күйін баптаумен және қандай аспапты таңдаған дұрыс екендігі туралы толыққанды ақпарат білдіңіз. Егер сабақ сізге пайдалы болса, пікір қалдырыңыз және біздің арнамызға тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздерге бонус ретінде Telegram арнамызда арнайы чат бар. Сол чатта өзіңіздің прогрессіңізбен бөлісіп, өзге де сұрақтарыңызды сұрай аласыз. Сілтемесі видеоның астында. Осымен алғашқы кіріспе сабағымыз аяқталды. Сіздерді көргенімізге қуаныштымыз. Сәттілік тілейміз.